жектер. Қоңыртайдың туған күні жақындап қалды. Достары оған қандай сыйлық жасаймыз деп көп ойланды. Қоңыртайға не сыйласақ екен? Мен таптым! Қоңыртайға өз қолымызбен салған суретті сыйлайық. Оның қандай суретті ұнататынын қайдан білеміз? Қазір мен анықтап келем. Қоңыртай, менің туған күніме гүл сыйласа, қуанып қалар едім. Ал сен қандай сыйлық алғың келер еді? Достарымның суретін сыйлық алсам, қуанар едім. Мен кеттім, асығыспын. Мен бәрін білдім. Қоңыртай достарының суретін сыйлыққа алғысы келетінін айтты. Біздің суретімізді ме? Оны қалай саламыз? Ойланып көріңдерші. Не істеуге болады? Таптым! Жарайсың, алам! Аяқ қолдарымызға бояу жағып, ақ параққа іздерімізді қалдырайық. Үрпек, сен нағыз тапқырсың. Алақай! Басым айналып барады. Бояудан жағымсыз иіс шығып тұр. Қане, енді маған не болған айтыңдаршы. Біз Қоңыртайдың туған күніне өзіміз салған суретті сыйламақ болдық. Суретті салып болған соң, Үрпектің бас айнала бастады. Енді бәрі түсінікті болды. Естеріңде болсын. Сурет салып болғаннан кейін, қолды бірнеше рет жақсылап тұрып жуу керек. Сондай-ақ қылғаламды көзімізден, аузымыздан алшақ ұстауымыз керек. Сурет салатын жерде желдеткіш орнатылғаны дұрыс. Әр түрлі ерітіндінің иісін жоймаса, осындай жағдай орын алуы мүмкін. Біз бәрін түсіндік, Сақшағай. Кез келген жерде қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаңыздар.